Қысқа, нұсқа сөйле. Дауысың анық болсын. Көп тыңда. Аз сөйле. Сөзіңнің артынан ісіңмен үлгеруге жаныңды сал. Өсек айтылатын жерде болма. Кездейсоқ болған жағдайда қосылма. Кесіп тастауға тырыс. Таспен атқанда аспен ат, жеңесің. Содан кейін алшақ жүр. Ренжітпе. Жүйелі қарғыс иесін табады. Ешқашан мақтанба. Жұрт мақтасын. Өзіңді сыйла, өзгелер сыйласын. Күнде өзіңе есеп бер. Өзіңді тәрбиелей бер. Үйретері мол мықтылардан ұстаздарың болсын. Бірақ ешкімді пір тұтпа. Сыйлағанның құлы бол. Кішірейу төмендеу емес. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай өмір сүр. Саяхатта дүниетанымыңның аясы кеңейеді. Қайтарымынан үмітті болсаң, жақсылық жасама. Жүйкеңлі талай қажет болады. Болмашыға тоздырма. Шешуші істерге бапта. Уайымға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесіңде өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасыңда кетесің. Сырыңды ешкімге алдыртпа. Екі елі аузыңа сыймаған сөз өзгенің 32 тісінің арасына тіптен сыймайды. Өкпелеме, өш алма. Санасына бер. Аллаға тапсыр. Қыран құстай қырағы бол. Өзгелерді өзіңдей көрме. Пенденің пендеден айырмашылығы адамгершілігі мен білімінде. Таны, оқы. Өнер үйрен. Мамандығыңда мықтысы бол. Өміріңнің сапасына тек сен жауаптысың. Ұрпақ тәрбиесі 50% сенің мойныңда. Ұлың өзіңнен озатын болсын. Қызың саған қарап серігін тауып, бақытты болсын. Кім қанша төмен түссе де, сен өз биігіңде қал.